Ағайын, ассалаумағалейкум, жақсы жаңалық, керемет. Кеше өздеріңіз білесіздер, мен Түркістан қаласындағы әуежайда болдым. Сондағы қазақтың сөзі жоқ екені, шығу деген сөзі жоқ, жазылмаған айтқан болатынмын. Бұл мәселені көтерген болатынбыз. Бүгін шын болады деген ініміз бәрін қалпына келтіріп, қазақ тілінің туын көтеріп, менің және өзге де қазақтардың рахаттанып отыру үшін мәселені шешіпті. Сол видеоларды салайын, ағайын. Қазақ тіл жасасын, қазақ тілінің өркені жайылай берсін кеңінен, қазақтар қазақ тілін қорғай берсін. Өзге ұлттар онсыз да біздің тілді, бізді жақсы құрметтейді. Бастысы біз өзіміз құрметтеп үйренейік, өзіміздің ана тілімізді құрметтеп үйренейік, ағайын. Ассалаумағалейкум, заңғарымыздар. Мен Шынболат Убайдуллаев, Түркістан әуежайының сменный начальник аэропорты. Кеше сізбен сөйлескен жігітпін. Міне көргеніңіздей біз ауыстырдық. Қазіргі екі гейтіміз бар. Мынау екінші гейт. Қазір бірінші гейтті көрсетем. Бірінші гейтті де міне қазір о жерді де ауыстырдық. Заңғарымызда бағана екінші рукавта едім. Міне қазір бірінші рукавқа келдім. Бұл жердікінде ауыстырғанымды көріп, сізге видео жіберіп, өзіңіз айтқанда үйде рахаттанып отырайын дегеніңіз ғой. Үйіңізде рахаттанып отырыңыз. Сіздермен болған Түркістан әуежайының сменный начальник несі Шынболат Убайдуллаев. Жақсы күнде амандықта жолығайық. Сонымен әуежай әкімшілігіне Шынболатқа рахмет. Бітірістің қасына жақсы келеді ғой Шынболат. Алла разы болсын саған. Бұған дейін де бірнеше рет айтылған мәселе, бірақ шешілмепті. Өйстіп енді айтқаннан кейін дереу мәселені шешуге кіріскендерің үшін ризамыз. Енді келесі жолы, келесі қадамдарды басатын кезде бұл Қазақстан екенін, мемлекеттік тілдің қазақ екенін және мұнда қазақстандықтар тұратындығын ескеріп, біздің тілді құрметтеп, біздің елді құрметтеп әрекет жасау керек екенін естеріңізде ұстаңыздар. Бұл Қазақстан, әрбір қазақ өз тіліне өзі жанашыр болу керек екенін айтып өттім. Сол себепті келесі қадамдарды өлшеп басайық, ағайын.